Мал шаруашылығы қашанда өзекті, етінен бастап терісіне дейін қажеттілікке жарайды. Енді мына жаңалықты қараңыздаршы. Италия кәсіпкерлері қазақстандық, оның ішінде Ақтөбе облысында өсірілетін қойлардың жүнінен құрылыс материалдарын жасамақшы екен. Шикізатты Ақтөбе облысының барлық аудандарында ашылатын арнайы жинау пункттерінде фермерлерден сатып алу жоспарлануда. Ақтөбе облысының әкімі Тоғжанов, Казфельтек жшс құрылтайшысы және Карматекс италиялық компаниясының өкілі Ақтөбеде қой жүнінен жылу оқшаулағыш материалдар шығаратын зауыт салу және іске қосу жөніндегі консорциум құру туралы келісімге қол қойды. Жылу оқшаулағыш материалдар үшін шикізат өрескел жүн болады. Оның көп бөлігі оны қайта өңдейтін кәсіпорынның болмауына байланысты сұранысқа ие емес. Ақтөбе облысында жыл сайын 3,5 мың тонна өнім талап етілмеген күйінде қалып отыр. Бұл жаңалықтарды естідіңіздер ме?